Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және де студенттер. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының философия докторы PhD Мамытбаева Жанат Әбдіманаповна. Бүгінгі біз мектепке жасына дейінгі балалардың физиологиялық даму пәнінің жалпы 15-ші дәрісі. Дәрістің тақырыбы денсаулықты қалыптастырушы факторлар. Жалпы дәрісте қарастырылатын негізгі мәселелер денсаулықты қалыптастырушы факторлар, тамақтану тәртібі, спорт және дене мәдениеті, мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын нығайту. Бүгінгі тақырыптың мақсаты мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулығын нығайтуда маңызды рөл атқаратын факторларды анықтау, дұрыс тамақтану және дене мәдениетінің маңыздылығын сипаттау. Келесі слайдта қарастырылғандай, жалпы денсаулықты қалыптастырушы факторлар баланың денсаулығы көптеген факторларға байланысты. Олардың негіздері жалпы алғанда генетикалық факторлар, тұқым қуалайтын ерекшеліктер, ағзаның беріктігі, түрлі ауруларға бейімділікті, ал қоршаған орта бұл экологиялық жағдай, ауаның тазалығы, су сапасы, баланың өмір сүретін орны. Тамақтану ағзаға қажетті қоректік заттардың жеткілікті түрде түсуі, ал физикалық белсенділік спортпен айналысу, қозғалыс ойындары, серуендер. Ал гигиеналық дағдыларға дене тазалығы, қол жуу, қимыл, яғни қимыл дұрыс таңдау, яғни киім-кешектерді дұрыс таңдау. Эмоциялық жағдай бұл отбасы мен балабақшадағы психологиялық ахуал. Стресстік жағдайлардан қорғану, ұйқы және дұрыс демалыс баланың күн тәртібін сақтайды. Жеткілікті ұйықтау. Бұл факторлардың кешенді түрде жалпы әсер етеді. Бұл баланың денсаулығын нығайтып, дұрыс дамуына жағдай жасайды. Келесі слайдта қарастырғандай күн тәртібі, жалпы күн тәртібі, тамақтану тәртібі. Бұл жерде тамақтану тәртібі жалпы дұрыс тамақтану баланың физикалық және психологиялық дамуы үшін негізгі факторлардың бірі. Ол ағзаны қажетті дәрумендермен, минералдармен, ақуыздармен, майлармен және көмірсулармен қамтамасыз етіп отырады. Баланың тамақтану тәртібіне қойылатын негізгі талаптар бар. Ол тамақты уақытты, яғни уақытында тұрақты болу, күніне 4-5 белгілі бір уақытта тамақтану, тамақтың құрамында теңгерімді болуы. Олар қажетті қоректік заттардың қажетті мөлшерде болуын қажет етеді. Баланың жасына сай тамақ дайындау әдістерін қолдануды қажетті. Яғни қолдану бұл жерде тұзды не майлы тағамдарды балаға көп бермеу керек. Дәрумендерге бай тағамдар, көкөністер, жемістер, сүт өнімдері, ет, балық өнімдері, дәнді дақылдар, сұйықтық жеткілікті мөлшерде қабылдау. Бұл жерде су, компот, тәтті сусындар, шай, тағы басқа шырындарды айтуға болады. Келесі слайдта қарастырғандай, жалпы мектепке дейінгі ұйымдағы тамақтанудың ерекшеліктеріне тоқталсақ. Балабақшада ас мәзірді балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалады. Тамақтану уақыты нақты белгіленген. Олар таңғы ас, түскі ас, түстен кейінгі ас және кешкі ас. Ас дайындау технологиясы балалардың ас қорыту жүйесіне сай болуы тиіс. Дәрумендерге бай, табиғи өнімдерді қолдану маңызды. Гигиеналық талаптар сақталуы керек. Ол дегеніміз біз қолды жуу, ыдыстарды таза ұстау, балаға тағамның сапасына, берілетін балаларға тағамның сапасы болмақ. Ал енді келесі слайдта қарастырылғандай спорт және дене мәдениеті.
дене белсенділігі бұл баланың үйлесімді дамуының негізгі факторларының бірі. Қозғалыс белсенділігі дұрыс сымбатын, яғни күшті, иммунитетті және эмоционалды тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Ал спорт пен дене мәдениетінің маңызына тоқталсақ, бұлшықет жүйесін нығайтады, қозғалыс үйлесімділігін жақсартады, иммундық жүйені күшейтеді, суық тию, басқа да аурулардың алдын алады. Қан айналымын жақсартып отырады. Жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын тұрақтандырып реттеп отырады. Сондай-ақ баланың көңіл күйіне оң әсер етеді. Күйзеліс деңгейін төмендетеді. Шыдамдылық пен ептілікке және қозғалыс дағдыларын дамытып отырады. Ал келесі слайдта қарастырылған мектепке дейінгі білім беру ұйымындағы дене мәдениеті. Бұл жерде дене мәдениеті күнделікті таңғы жаттығудан басталады. Яғни таңғы жаттығуларды жүргізу керек. Бұл таңертеңгі балабақшаға балаларды қабылданған уақытта таңертеңгілік сергіту жаттығуынан басталынады. Физикалық белсенділікке арналған арнайы сабақтар өткізіледі. Қозғалыс ойындары мен эстафеталар ұйымдастырылады. Жеке даму ерекшеліктерін ескере отырып, спорттық жаттығулар таңдалады. Серуенде міндетті түрде күн тәртібіне енгізілуі қажет. Келесі қарастырылған слайдымызда бізде бұл жерде мектепке дейінгі балалардың денсаулығын нығайту. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған шараларды жүргізуге, яғни жүзеге асыру тиіс. Ол дегеніміз не? Денсаулықты нығайту шаралары. Күн тәртібін сақтау, баланың ұйқысы, тамақтануы, ойыны мен оқу белсенділігі бір режим бойынша жүргізілуді қажет етеді. Дене тәрбиесін ұйымдастыру. Бұл жерде таңғы жаттығу, дене шынықтыру сабақтары, қозғалыс ойындар, гигиеналық дағдылар. Ал гигиеналық дағдыларды қалыптастыру. Бұл қол жуу, тіс жуу, тісті тазалау, таза ауада жүру, тамақтану сапасын бақылау, теңгерімді ас, дәрумендер, эмоциялық қолайлы орта құру, стресстік жағдайлардың алдын алу, балалардың көңіл күйін бақылау, дәрігерлік бақылауда болу, денсаулық жағдайын жүйелі тексеріп отыру, және де профилактикалық шараларды сақтауды қажет етеді. Бүгінгі 15-ші дәрісті қорытындылайтын болсақ, жалпы алғанда мектеп жасындағы балалардың денсаулығын сақтау, оларды нығайту кешенді әрі жүйелі жұмысты талап ететін маңызды міндеттердің бірі. Дегенмен, біз отбасындағы тәлім-тәрбие баланың дамуы, өсуі, жетуі, дұрыс дамып жетілуі, ол отбасы мен балабақша арасындағы бірізділікті қамтамасыз етеді. Ал отбасы мен балабақша үйлесімді осы жүйелерді бірлесе отырып жасаудың арқасында баланың денсаулығы, генетикалық ерекшеліктерге, қоршаған ортаға, дұрыс тамақтануға, физикалық белсенділікке, гигиеналық дағдыларға және эмоционалды жағдайларға тікелей байланысты болмақ. Ал балабақшадағы күн тәртібі бұл сапалы тамақтану, дене шынықтыру, қозғалыс ойындары, психологиялық орталықтардың болуы, баланың толыққанды дамуына жағдай жасау. Сондықтан да ата-ана мен педагогтар бірлесіп жұмыс істегенде ғана бұл баланың денсаулығы нығайып, оның жан-жақты дамуына қолайлы жағдайлар қалыптаса түседі. Бүгінгі 15-ші дәрісті зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.